Адамды бұзатын не? Тағы да сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Сабырлық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады. Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Ана үшін аянба, ант ұрады, бала үшін аянба, бетің күйеді. Ел үшін аянба, ерлігіңе сын, жұрт үшін аянба, жігіттігіңе сын. Кейбір ұл қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата-ана кінәлі. Сен ата-анаңның үмітісің. Сен қайталанбас тұлғасың. Өз өміріңнің белсенді жасаушысысың. Сондықтан өзіңе ғана сен. Атағыңа ақылың сай келсе ғана сыйлы боласың. Ақылды кісінің сөзі де, өзі де сүйкімді. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. Ата-ана қадірін білмеген, ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Батырлық, тәуекел мен ақылдың есебінен шығуға тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады. Ал ақылсыз тәуекелді ештеңеде ақтап ала алмайды. Ақыл айтар мезгілде мың жасаған шалдай бол. Мейірім түсер мезгілде ағарып атқан таңдай бол. Ешкім іштен батыр болып тумайды. Батырлықта, мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдайық.